Құрметті асқа келген барша жамағат, ағайын туыс, бауырлар, нағашы, құда жекжат, дос-жарандар мен көршілер. Бүгін Алла сәтін салып, Нұралы Досымбетов пен оның ұлы Шермұхаммед, өмірден осқан Асқартау әкесі Ақылбек Досымбетұлын, аяуланасы Балкүл Тоқмырза қызын, әжелері Анаргүл Көшімбет келіні мен Маржанкүл Нұрлыбай қызын, Арыстан ағасы Келіс Ақылбек ұлы мен қарындасы Диляра Ақылбек қызын, және жезелері Оңғар Анарбай ұлы мен Асылхан Иргебай ұлын еске алып, рухтарына арнап Құран бағыштауды ниет етіп отыр. Алла ниеттеріңізді қабыл еткей. Адам мәңгі жүрмейді бұл жалғанда, көнеміз ғой тағдырдың салғанына. Көзімізге ып-ыстық жас келеді, сіздерді сағынышпен еске алғанда. Дүниеге келеді адам, кетеді адам, кімге қоныс болмаған, дүние жалған. Алланың бұйрығына дауа бар ма? Өзі берген өмірін, өзі алған. Көп жыл өтті, сіздер жоқсыз арамызда, мұңайып біздер қала бердік артыңызда. Орның қалды ортайып қимастарым, не қыларсың, не істерсің бұл тағдырға? Не істерміз, өмірге бағынамыз, еске алып өздеріңді жабығамыз. Алланың дегеніне шара бар ма? Қол жайып Құран ғана бағыштаймыз. Жетілді ұл қыздарың жұлдыздай аспандағы, әке-шеше атына кір келтірмеу армандары. Сағынып еске аламыз біз сіздерді, болғай деп барған жерің жұмақ төрі. Дұғамыз қабыл болып бүгін біздің, аймаласын сіздерді Алла нұры. Ақылбек атамыздың әкесі Досымбет ақсақал қарапайым шаруа адамы болса да, көзі ашық, білімді, ауыл аймағына қадірлі сыйлы жан болған екен. Жұбайы Анаргүл әже өте мейірімді, биязы мінезді, қолы ашық, бауырмал кісі еді. Екеуі 4 ұл қызды өмірге келіп, ешкімнен кем қылмай бағып, қағып өсірді. Досымбет атамыз үлкен баласы Әуелбектің жақсы оқып білім алуына ерекше көңіл бөлді. Әуелбек атамыз Ташкентте ескіше де, жаңаша да оқыған. Яңгөл ауданында 13 жыл колхоз бастығы болған. 1937 жылы репрессия құрбаны болып, халық жау атанып атылып кеткен. Кейін жазықсыз екені дәлелденіп, ақталып шықты. Әуелбек атадан Әнуар көке мен Гүлімхан әпше тарады. Жұбайы Бибісара жеміз 80 жастан асып өмірден өтті. Әнуар көке мен Атүркіл апа 11 ұл қыз өсіріп тәрбиеледі. Ұлдары Ескендір, Еділхан, Едіге, Әсет, қыздары Батан, Айгүл, бәрі қазір Тараз қаласында тұрады. Марқұм Гүлімхан әпшеміздің 3 ұл 3 қызы бар. Олар да өсіп өнген әулет. Екінші ұлы Ақылбек Досымбетұлы ағасынан үлгі алып, білімді, іскер азамат болып жетілді. 1933 жылы Ташкентте педагогика курсын, 1937 жылы Орта Азия ауыл шаруашылығы жоғары партия мектебін үздік бағамен бітіреді. 1938 жылдан өзі туып өскен Өзбек СР Ташкент облысы Яңгиюл, Піскент аудандарында мектеп директоры, МТС-тің саяси бөлім бастығы болып істейді. 1943 жылы Ұлы Отан соғысына аттанып, 1945 жылы жеңісті Берлинде қарсы алады. Елге аман-есен келген соң 1945 жылдан оңтүстік Қазақстанға қоныс аударып, Арыс ауданы Байрұқым совхозында партия комитетінің хатшысы, Мақтарыл ауданында колхоз бастығы, 1948 жылдан Керев ауданында Жемшедік совхозында бөлімше басқарушысы, ауылдық кеңестің төрағасы, 1961-1974 жылдары осы аудандағы 20-шы партсез Өзбек СР-ның 40 жылдығы совхоздарында кәсіподақ комитетінің төрағасы болып, абыройлы еңбек етіп, дербес зейнет демалысына шықты. Аудандық партия комитеті көп жылғы қажырлы еңбек үшін тегін Жигули автокөлігін сыйға берді. Бұдан соң Киров ауданы бойынша базар директоры болып, 1979 жылға дейін істеді.
1943 жылы соғысқа аттанар алдында Ақылбек ата оңтүстік Қазақстан облысы Созақ ауданының тумасы Балкүл Тоқмырза қыз апамызбен шаңырақ құрады. Майданнан келген соң екеуі өмірге 2 ұл 6 қыз әкелді. Досымбет атамыздың 3-ші перзенті Пістегүл апамыз Қалдарбек Тұрғанбаев деген азаматпен отау құрып, екеуі 3 ұл 6 қыз сүйді. Қалдарбек жездеміз Қызылқұм, Киров аудандарында партия комитетінің бірінші хатшысы болып істеді. Амалғанша өмірден ерте өтіп кетті. Қыздары Қазақстанға белгілі ғылым докторлары, үлкен қызы Дамир әпкеміз білікті дәрігер, жұбайы дәстүрлі әнші, композитор, Ақбосаға әннің авторы, атақты жыршы, термеші Нартай Бекежановтың шәкірті Мұхамеджан Рүстемов болатын. Ал ең кенже қызы Мариям апамыздың 3 ұл 1 қызы бар. Олар да бүгінде өсіп өнген үлкен әулетке айналған. Мақтарал, Сарыағаш аудандарында тұрады. Нағаш атамыз Тоқмырза, әжеміз Маржанкүл Нұрлыбай қызы Созақ ауданының тумалары еді. Екеуі дүниеге 11 перзент әкелген. Бірақ сол қиын заманда шешек деген жұқпалы аурудан 9 перзенті шетінеп, екеуі ғана тірі қалған. Оның бірі Байдүйсен, екіншісі Балкүл апамыз. Ұлы Отан соғысы басталғанда Байдүйсен соғысқа аттанып, содан қайта оралмаған. Нағашы әжеміз Маржанкүл 10 баласынан айырылып, жалғыз қызы Балкүл ғана қалған соң, амал жоқ қызының қолына келіп тұрады. Кейін Багарадан жеке үй сатып алып, Ақылбек ата мен Балкүл апаның ортаншы қызы Жанат екеуі бірге тұрады. Маржанкүл әже 107 жасқа келіп бақилық болды. Ақылбек атамыз бен Балкүл апамыздың ең үлкен ұлы Келіс ағамыз 2005 жылы 59 жасында өмірден өтті. Мінезі өте биязы, ақ көңіл, кішіпейіл, ақ жарқын азамат еді. Ташкентте ауыл шаруашылығы институтын бітірді. Жоғары білімді агроном болатын. Киров, Мақтарал аудандарында, Өзбекстанда бірнеше мекемеде басшы болып, абыройлы еңбек етті. Жұбайы Гүлбарам апамыз екеуі 5 ұл қыз сүйіп, өсіп, өнді. Небәрі 49 жасында бақилық болған Диляр әпкеміз, жұбайы Айтмырза екеуі 2 перзент көрді. Жоғары білімді кітапханашы еді. Ақылына көркі сай, ибалы да инабатты жан болатын. Амалғанша өмірден ерте кетті. Ал жездеміз Оңғар Анарбайұлы Мәскеуде заң академиясын бітірген білікті заңгер болатын. Ішкі істер саласында тергеу бөлімінің және ОБХС бастығы, ішкі істер бөлімі басшысының орынбасары, ұстаздық қызметтер атқарды. Фируза әпкеміз екеуі өмірге 2 ұл, 2 қыз әкелді. Оңғар жездеміз 63 жасында бақилық болды. Зағыр әпкеміздің өмір серігі Асылхан Иргебайұлы жездеміз де Мәскеуде политехника институтын бітірген жоғары білімді инженер еді. Оңтүстік Қазақстан облыстық Қазсельхозтехника, Қазпошта мекемелерінде басшы болып істеді. 2022 жылы 73 жасында дүниеден өтті. 2 ұл 1 қызын өсіріп жетілдірді. Бүгінде өсіп өнген өнегелі әулет. Ақылбек атамыздан өрбіген барша ұл қыздары үйлі жайлы, бақытты отбасын құрып отыр. Досымбетовтер әулетінен тараған Нұралы мен ұлы Шер Мұхаммед, барша әпкелері көптен бері өмірден өткен ата-баба, ата-ана, бауырларының рухтарына Құран бағыштап, Құдайы ас беруді ойлап, ниет етіп жүрген еді. Тағы да айтарымыз, ниеттеріңіз қабыл, мұраттарыңыз асыл болсын. Алла тағалаға сансыз шүкірлер болсын. Үйреткен мұны өмірдің барлық сырын, жер бетін кезген менен, сендердің көздеріңнен төгілген жылылықты ешкімнен сезбедім мен. Жер
бетін кезген менен сендердің көздеріңнен төгілген жылылықты ешкімнен сезбедім мен. Анашым ақ сүт беріп мәпелеген, кешірген көп кетсе де қадеменен. Анамның алақаны, әкемнің қарағаны ұқтырды біз екенін, бақытқа балағаны. Анамның алақаны, әкемнің қарағаны ұқтырды біз екенін, бақытқа балағаны. Сендердің арқаларың жүргеніміз, алаңсыз бұл өмірде күлгеніміз. Менің қос бәйтерегім, сендерсіз қайтер едім. Әрқашан бірге болсаң, түгел ғой бар керегім. Менің қос бәйтерегім, сендерсіз қайтер едім. Әрқашан бірге болсаң, түгел ғой бар керегім. Менің қос бәйтерегім. Әкешім пана болған биік шыңым, үйреткен мұны өмірдің барлық сырын. Жер бетін кезген менен сендердің көздеріңнен төгілген жылылықты ешкімнен сезбедім мен. Жер бетін кезген менен сендердің көздеріңнен төгілген жылылықты ешкімнен сезбедім мен. Анашым ақ сүт беріп мәпелеген, кешірген көп кетсе